Шарм-эль-Шейхтегі Эль-Мустафа мешіті. Әдемі бақпен қоршалған Эль-Мустафа мешіті курорттың ең әдемі, көрікті жерлерінің бірі болып саналады. Ол осында Дельта Шармның тыныш, шалғай аймағында 2006 жылы салынған. Мешіт демалушылар, сенушілердің тыныш намаздарына кедергі жасамас үшін туристік аймақтардан алыс жерде арнайы салынған. Ғимарат сыртынан өте әдемі және салтанатты көрінеді. Құрылыс үшін сұр мәрмәр, сонымен қатар безендіру үшін түрлі түсті тастар пайдаланылды. Мешіт жоспары бойынша 4 бұрышты, оның орталық бөлігінде Құранның көптеген нақыл сөздерімен безендірілген үлкен биік күмбезі бар. Аркалар мен кіреберіс шығыс стиліндегі бай, қызықты оюлармен безендірілген. Орталық ғимараттың екі жағында биіктігі 26 метрге жететін 2 мұнара бар. Мешіт іші 2 залға бөлінген. Үлкені ерлер намаз оқитын зал, ал кішірек ғимараттың шығыс бөлігінде әйелдерге арналған. Шарм-эль-Шейхтегі Эль-Мустафа мешітінің ішкі көрінісі өзінің сәнімен ерекшеленеді. Ол ертедегі шығыс сарайына ұқсайды. Мешіт кешке өте жақсы жарықтандырылады. Жасанды жарықта ол әппақ қардай болып көрінеді және ішінен жарқырайды. Ішке кез келген адам кіре алады, бірақ дресс-кодты сақтау қажет. Мүміндер намаз оқып жатқанда ішке кіруге болмайды. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін міне Шарм-эль-Шейх қаласында жүрміз. Шарм-эль-Шейх қаласы кішігірім қала екен, бірақ курортты қала.
мысыр елінің мысықтары күшіктеп міне